Армысыздар ардақты асыл халқым, ежелден сәлем десу ата салтым. Сегіз бұның атынан келіп тұрған сәлемін әсел қыздың қабыл алғын. Тектіліктен жаралған қазағымның ерекше дара туған қыздарыңмын. Шуақ шашқан көктемнің шуағындай талантыммен таласқан қыздарыңмын. Әділ қазы алқалары бүгінгі әр талантты бағалай біл өнерлі. Қатысушы баршаңызға сәттілік, ыбырайдай ұлы болу мықтылық. Ыбырай Алтынсарин, Арнау. Өмірі оның қиын қатал, тағдыр менен ұштасқан, тағдыр шіркін мойымайды сырқат қылып сорлатқан. Өткін шөмір 5 күн жалған дүние мен тірлігі. Есте қалды мәңгілікке өлеңдері ыбырайым жырлаған. Асыл мұра өлеңдері жылтыраған жібектей, өлеңдері мұз жүректі қалай тұрар жібітпей, сарқыраған бұлақтың да сыңғырын да жырлаған. Өнер оған өзіңдегі лүпілдеген жүректей. Табиғаттың тылсым сырын бейнелеген барынша, жырлап өткен сүю керек табиғатты ағынша. Асыл ойы терең ұғым түрткі болған санаға, барлық жыры өсиет пен ақыл осып баршаға. Туған жері киелі өлке, байтақ жері Қостанай, тағдыр өзі қазағыма бір дарынды қосқандай. Бас иемін білім дақын ыбырайдың рухына, бар әлемде ел алдында ештеңеден жасқанбай. Алғашқы ұстаз бар қазақтың мақтаны, соның күші білім таңы атқаны. Қуанса да ілімі мен білімі, қайғыртады дөңбешік боп жатқаны. Қырам бүркіт көк аспанда қалықтар, бағалайды шын дарынды халықтар. Бас тұлғама тең келмейді ешбір жан, тең келмейді Фарабидай алыптар.